Керей деген елдің ішінде Жантеке деген атадан тараймыз. Толқынның әкесімен де өте таныспыз. Ол кісінің өнері, орны жөнінде Бірлік ағамыз айтып кетті бағана. Қайталап жатпаймыз. Толқын, жаңа үлкен рахмет. Әсіресе мына Құдай десіп, бұйрық бауыр жескен құдаларыңмен таныстырып, бір дастархан басына жинап, сыйлап жатқандарына үлкен рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Дастархандарың тек осындай жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Енді Толқынды барлықтарыңыз білесіздер. Бұл енді мықты дәрігер. Әгер бір сөз бар ғой, биікке шығам дейтін адам баспалдағын өзі жинайды деп, өзі ғана. Сол өзінің шығар биігіне өз баспалдағын өз қолымен қалап биікке жеткен азамат. Жалпы мына дәрігерлік саласында үлкен еңбек сіңірген, арғы бет бергі бетке бәріне таныс. Осы елге келгеннен кейін де мықты не секілді мықты адамдар осы Толқынның алдынан өтіп, Толқынның ең орын алып жазылып Толқынға рахмет айтып жатқанын өзіміз көріп жатырмыз. Енді дейміз, Толқынның жанарының шаңырағында тек қана қуаныш болсын, жақсылық болсын. Біз сол жақсылықтың, қуаныштың аяғы болып, осындай той дастарханында бас қосып аман есен жүрейік. Құдалар сіздерге рахмет, танысқаныма қуаныштымын. Енді ақын деп жатыр. Қарасам енді құдалардың бір талай ақпасы екен. Бізде сол борыл тартып бара жатқан жайымыз бар. Осы орайда несіне алаңдаймын ақ шашыңнан дейтін бір қысқа өлеңім бар, соны оқып берейін. Оның себебі менде сол шашын толға ағарып кетпесе бір самайым ағарғаннан кейін кішкене айтып бояп қойып жүретінмін. Күн тойға барып қаламыз, сахнаға шығып қаламыз. Содан кейін ойладым, осы жасандылық деген не керек? Бақ деген кәрімбес емес пе? Ол енді сондай ең ақ жүректің айтады ғой, самаша ақшасын неге бояймыз деген оймен жазылған бір шағын өлеңін соны оқып берейін. Құдамыздың басы өте жарасып өзін ау. Қара шырының басы аппақ болып жатады ғой. Алатау сол сияқты ғой, құлардың басы сияқты. Ауыр қара отырып жатқанмен басы қара топырақ. Қара топырақ бар ғой, құнарлы топырақ. Несіне алаңдаймын ақ шашымнан, өмірдің сыйы ғой ол ақ шашылған. Мен өзі мақтан етем ақ шашымды, аумайды анам шашқан ақ шашымдан. Мен бүгін ақ шашымнан ой аламын, құрметтеу заман салты ой адамын. Жаныма жасандылық, жаныма жаттылық қой жасандылық. Ендеше жөнбе оны бояғанын. Өсеміз заман салдың бақынменен, жетеміз арманға жол табуменен. Ендеше боямаймын ақ шашымды, қиянат аққа қарап жағу деген. Ақ деген ар бояуы кірлемеген, кезі жоқ ақты қара күндемеген. Өмірдің толқынымен алға жүзіп ақбастар табылайық біргеменен. Несіне алаңдаймын ақ шашымнан, аумайды анам шашқан ақ шашымдан. Тұрады өмір түрлі бояулардан, ақты мен артық көрем басқасынан. Ақбастар көбейе берсін. Ақбастар болмасын тектен. Керемет. Ал ондай болса, мен енді әнші емеспін. Айтпайтып ән жазамыз, өлең жазамыз. Осы орайда енді мына өзімнің бір туындымды айтып берейін. Осыдан 2 жыл бұрын бір 6 жыл қамалдық арғы бетке